Қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тұздар гидролизі. Сабақ мақсаттары: тұздар гидролизі, ион алмасу реакциясы, тұздар гидролизі жүретін жағдаяттар. Тұздар гидролизі. Тұздар гидролизі тұздардың суда еріп, ерітінді ортасын өзгертетін қайтымды және ион алмасу реакциясы. Тұздар гидролизі бейтараптану реакциясына қарама-қарсы реакция болып табылады. Яғни, біз айтқанбыз, бейтараптану реакциясы дегеніміз негіз қышқылмен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз және су түзілетін. Ал тұздар гидролизі дегеніміз тұз молекуласы мен су молекуласының өзара ион алмасу реакциясы. Олай болса, тұз бен су өзара қосылып, керісінше негізбен қышқыл түзетін реакцияны біз тұздар гидролизі дейміз. Осыдан шығатын қорытынды: тұздар гидролизі бейтараптану реакциясына қарама-қарсы реакция. Тұздар гидролизі, басқаша айтсақ, тұздар гидролизі ол тұз молекуласы мен су молекуласы өзара иондар алмасуы. Яғни бұл жерде ион алмасу реакциясы жүреді деген сөз. Ал енді ион алмасу реакциясы дегеніміз не? Соған тоқталайық. Ион алмасу реакциясы реагенттер суы ерітіндіде иондар арасында жүретін қайтымсыз реакция. Неліктен қайтымсыз реакция? Себебі қайтымсыз болу үшін біз ион алмасу реакциясы соңында тұнба пайда болса қайтымсыз дейміз. Яғни тұнба шығуы, газдың бөлінуі және аз диссоциацияланатын немесе су бөлінсе. Осы үш параметр болуына байланысты ион алмасу реакцияларын біз қайтымсыз реакциялар деп қарастыра аламыз. Енді мысал келтіріп өтейік. Жалпы ион алмасу реакциясы үш теңдеуден тұрады. Бірінші теңдеуіміз молекулалық теңдеу. Екінші теңдеуіміз толық иондық теңдеу. Үшінші түрі бізде қысқартылған иондық теңдеу. Қысқартылған иондық теңдеу. Мысал үшін жазайық. Калий сульфиді гидролиздену үшін біз су қосамыз. Бірінші сатысы бойынша біз жазамыз калий OH және калий HS пайда болады. Гидросульфиді. Бұл теңдеу молекулалық теңдеу, барлығы молекула күйінде тұр. Енді екіншісі, әрбір электролитіміз, молекуламыз, яғни иондарға ыдырайды. Тек қана тұнба, газ және су ионға ыдырамайды. Енді мына жағдайды қарастырайық. Калий 2S ионға ыдырататын болсақ, 2 калийдің катионы сульфидтің анионына су ыдырамайды дедік.
калий плюс OH минус калий плюс HS минус болады. Енді біз қысқартайық. Екі жағында бірдей иондарды қысқарта аламыз. Калий, 2 калий қысқарады. Бізге мұнда міндетті түрде су жазамыз. Қысқартылып болғаннан кейін су жазамыз. OH жазамыз. Су болу үшін бізге H керек. Олай болса HS минус жазамыз. S болғандықтан мұнда плюс сульфид ион жазамыз. Сол себепті мынаны қысқарта алмадық. Қысқартылған иондық теңдеуіміз осы. Енді ион алмасу теңдеуі түсінікті болса, ары қарай біз гидролиздің жүру жағдайын қарастырамыз. Тұздар гидролиздің жүретін жағдаяттары. Жалпылама тұздар гидролизі 4 жағдаят бойынша жүреді. Бірінші жағдайы күшті негізбен әлсіз қышқыл арасында пайда болған тұздың гидролизі. Мына тұздың гидролизі. Екінші жағдайы әлсіз негізбен күшті қышқылдың арасында пайда болған тұздың гидролизі. Үшінші жағдайымыз әлсіз негізбен әлсіз қышқыл арасында пайда болған тұздың гидролизін қарастырамыз. Төртінші жағдайы, егер күшті негізбен күшті қышқыл арасында болса, осы жағдайда пайда болған тұздың гидролизін қарастырамыз. Яғни, тұздар гидролизінің 4 жағдаятын қарастырдық. Тағы да ескеруіміз керек. Осыған байланысты, 4 жағдаятқа байланысты біз pH деген ұғымды қарастырып өтеміз. Яғни 3 түрлі жағдайды қарастырамыз. pH 7-ден кіші, олай болса бұл қышқылдық орта. Қышқылдық орта. pH 7-ге тең, бейтарап орта. Үшінші жағдай, pH 7-ден үлкен болса, сілтілік орта. Толыққанды pH деген, яғни сутектік көрсеткіш жайлы келесі сабақта өтеміз. Бірақ біз тұздар гидролизі кезінде 3 осы мәліметті білуіміз керек. Егер pH-тың мәні 7-ден кіші болса, оны қышқылдық орта дейміз. pH-тың мәні 7-ге тең болса, бейтарап орта дейміз. pH-тың мәні 7-ден үлкен болса, сілтілік орта дейміз. Сәйкесінше, егер күшті негізбен әлсіз қышқыл болса, бұл жерде басымдылық негізде. Олай болса, бұл жағдайда біз айта аламыз. pH 7-ден үлкен. Негіздік, яғни сілтілік орта екенін айта аламыз бірінші жағдайда. Екінші жағдайда әлсіз негіз күшті қышқыл. Басымдылық қышқылда. Қышқылымыз күшті. Олай болса, pH мәні 7-ден кіші деп қарастыра аламыз. Екінші жағдайда, үшінші жағдайда кешірерсіздер, әлсіз негіз, әлсіз қышқыл. Екеуі де тең. Олай болса, pH 7-ге тең. Төртінші жағдай, күшті негіз, күшті қышқыл. Бұлар да тең. Олай болса, pH 7-ге тең. Осылай біз орталарын анықтай аламыз. Енді әрқайсысына мысал келтіре отырып жазайық. Бірінші жағдайды қарастырайық. Бірінші жағдайымыз күшті негіз, әлсіз қышқыл. Осында пайда болған тұздың
гидролизін қарастырайық. Бұған мысал ретінде біз натрий карбонатын қарастырайық. Натрий карбонаты күшті негізбен әлсіз қышқылдың арасында әрекеттесу нәтижесінде пайда болатын тұз натрий карбонаты. Енді бұл екі сатыда гидролизленеді. Себебі натрий атомы екеу. Натрийді толыққан шығарғанша біз сатылы түрде гидролиз жүргіземіз. Бірінші сатысы натрий гидрокарбонаты және натрий гидроксиді пайда болады. Бұл молекулалық теңдеу. Тағы ескеретін жағдай, күшті негіз әлсіз қышқыл дедік. Қышқыл дегеніміз біздің жағдайда қышқыл қалдығын беріп тұр тұзға. Негіз дегенде металл катионы келіп тұр. Олай болса, қайсысы әлсіз, сол бойынша біз гидролизге ұшырады дейміз. Біздің жағдайда әлсіз қышқыл, ал бізде қышқылдың белгісі ол қышқыл қалдығы. Ол анион. Олай болса, бірінші жағдайда біз айта аламыз. Анион бойынша гидролизденді. Осыны ұмытпауымыз керек. Яғни, қайсысы әлсіз, оның ионы қандай, сол бойынша гидролизденеді дейміз. Қышқыл біздің жағдайымызда тұзға қышқыл қалдығын беріп тұр, ал қышқыл қалдығы бізде анион болады, теріс зарядты. Олай болса, бірінші жағдайда бұл анион бойынша гидролизденді деп қарастырамыз. Енді екінші теңдеуіне келтірейік. Молекулалық теңдеуді айттық. Енді бұларды иондарға таратамыз. Натрий карбонаты 2 натрий катионына, карбонаттың анионына, су бізде ионға тарамайды дедік. Натрий катионы гидрокарбонаттың анионына, натрий катионы гидроксид тобының анионына тарайды. Бұл толық иондық теңдеу. Енді қысқартамыз бұларды. Натрий қысқарады. Қалған жазамыз. SO3 2 минус плюс H2O. Бізде пайда болады гидрокарбонаттың анионы OH минус. Қысқартылған иондық. Иондық теңдеуіміз. Енді екінші сатысына көшейік. Натрий гидрокарбонатында біз натрий катионын толыққанды құтылуымыз керек. Олай болса, натрий гидрокарбонатын су молекуласымен ион алмасу реакциясына түсіреміз. Нәтижесінде натрий OH плюс бізде H2CO3 деген көмір қышқылы пайда болады. Көмір қышқылы ол әлсіз қышқыл. Ол тез ыдырап кетеді суға және CO2 газына. Енді иондарға таратайық. Айттық, газ, тұнба, су ыдырамайды дедік. Енді қысқартамыз. Тек қана бұл жерде натрий катиондарын ғана қысқарта аламыз. Жазамыз. Гидрокарбонаттың анионы плюс су молекуласы OH минус плюс H2O плюс SO2. Яғни, ең соңғы шыққан бізде артып тұрған бұл жерде OH тобы. Бұл негіздерге тән. Яғни бұл орта. Сілтілік орта деп осыдан шығара аламыз. Сілтілік орта. Сілтілік ортаның пашы айттық, 7-ден үлкен.
Бірінші жағдай осылай қарастырды. Енді ары қарай. Екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдай әлсіз негіз күшті қышқыл болса. Бұл кезде пайда болған тұз, су. Енді осы тұздың гидролизін қарасақ, оған мысал келтіреміз. Мысал үшін магний хлориді делік. Бұл жерде айтты жаға. Қайсы әлсіз, сол бойынша гидролизденеді дедік. Біздің жағдайымызда әлсіз негіз. Ал негіз тұзға бізге магний катионын беріп тұр. Катион. Олай болса бізде бұл жағдайда гидролиз катион бойынша гидролизге ұшырайды. Гидролизденеді. Қайсы әлсіз? Әлсізгені табамыз. Ол әлсіздің тұзға қандай ион бергенін арқылы біз гидролизге ұшырауын қарастыра аламыз. Негіз әлсіз болатын болса, ол негіз бізге катионды беріп тұр, металл катионын, ал металл катионы бізде әлсіз болғандықтан, осы катион бойынша гидролиз процесі жүріп жатыр дейміз. Бұл да X атымен жүреді. Себебі хлорид, хлор атомын шығаруымыз керек. Бірінші, магний, OH, хлор, H, хлор. Бұл молекулалық теңдеу. Енді магний 2 плюс, 2 хлор минус, ой, кешіреміз. Минус, плюс су, магний OH плюс, плюс хлор минус, H плюс, хлор минус. Енді қысқартайық. Хлор қысқарады. Бұл жерде осылай қалады. Яғни плюс H2O магний OH плюс және H плюс. Бұл жерде өнім ретінде газ, тұнба, су болмағандықтан бұл қайтымды реакция дейміз. Олай болса, бұлар қайтымды реакция бола алады деген сөз. Себебі нәтижесінде бізде газ жоқ, тұнба жоқ, су жоқ. Екінші сатысын қарастырайық. Ол үшін бізге магний гидроксохлоридін аламыз. Магний гидроксохлоридін су қосамыз. Бізде шығады магний OH еселенген тұнба және H хлор. Магний OH плюс, плюс хлор минус. Су тұнба болғандықтан бұл ионға ыдырамайды. H плюс және хлор минус. Енді қысқартамыз бұларды. Хлор қысқарады. Қалғандары қалады. Бірінші плюс жазамыз. Және су бізде магний OH еселенген тұнба H плюс. H плюс деген бізде қышқылдық ортаны береді. Олай болса, бұл қышқылдық орта. Айттық, pH мәні 7-ден кіші. Осылайша анықтадық. Енді үшінші жағдайын қарастырамыз. Егер қышқылымызда негізімізде әлсіз болса,
тұз және су пайда болады. Осы кезде алған тұзға мысал ретінде біз жазайық алюминий 2S3. Алюминий сульфиді. Бұл су қоссақ. Бұл жерде ескеретін жағдай. Екеуі де әлсіз болғандықтан біз айта аламыз. Әлсіз болса, катион бойынша гидролизденеді. Себебі негізіміз әлсіз. Сонымен қатар қышқылымыз да әлсіз. Олай болса, анион бойынша да гидролизге ұшырайды. Сонда бұл жерде анион да катион бойынша да гидролизге ұшырады. Және де тағы ескеретін жағдай. Бұлар әлсіз болғандықтан, бұлар бір сатыда ғана реакция жүріп кетеді. Тұнба және H2S газ. Әлсіз бен әлсіз арасында болғандықтан, бұны толық гидролизге ұшырады деп қарастырамыз. Толық гидролизденді. Яғни тестте сұрақ келіп жатса, толық гидролизденетін немесе соңына дейін гидролизденетін жағдайды қара дейтін болса, әлсіз негізбен әлсіз қышқылдан пайда болған тұзды біз белгілейміз. Себебі бұл катион бойынша, анион бойынша да гидролизденіп кетеді. Сол себепті бұларды толық гидролизденеді деп қарастырамыз. Бұлар тек қана бұларда молекулалық теңдеу болады. Молекулалық теңдеу. Қысқартылған және толық иондық теңдеулер бұлда жоқ. Молекулалық теңдеу. Және бұлардың pH-ы 7-ге тең болады. Бұлар бейтарап орта көрсетеді. 3 жағдайын қарастырдық. Енді соңғы 4-ші жағдай қалды. Егер негізде қышқылда күшті болса, бұған мысал ретінде біз натрий хлоридін қарастырайық. Натрий хлориді. Гидролиз үшін су қосамыз. Енді гидролиз жүру үшін міндетті түрде біреуі әлсіз болу керек, немесе екеуі де әлсіз болу керек. Бұл жерде екеуі де күшті. Олай болса, бұл жерде гидролиз жүрмейді, яғни гидролизденбейді. Күшті негізбен күшті қышқылдан пайда болған тұз гидролизденбейді. Себебі бұлардың біреуі басым болу керек, біреуі әлсіз, біреуі күшті болу керек. Немесе екеуі де әлсіз болу керек. Екеуі де әлсіз болатын болса, ол толыққанды гидролизге ұшырайды. Бұл жерде гидролиз процесі жүрмейді, бірақ бұлардың екеуі де күшті, екеуі де тең болғандықтан, pH мәні 7-ге тең дейміз. Ортасы бейтарап орта деп қарастырамыз. Сонда гидролиздің 4 жағдайы бар. Біріншісі, күшті негізбен әлсіз қышқыл арасында пайда болған тұздың гидролизі. Ол кезде ол анион бойынша гидролизге ұшырайды деп қарастырамыз. Және оның pH-ы 7-ден жоғары болады, сілтілік ортаны көрсетеді. Екінші жағдай, әлсіз негізбен күшті қышқылдың арасында пайда болған тұздың гидролизі. Ол катион бойынша гидролизге ұшырайды. Оның pH мәні 7-ден кіші, қышқылдық ортаны көрсетеді. Үшінші жағдай, әлсіз негізбен әлсіз қышқыл нәтижесінде пайда болған тұзды гидролиздейтін болса, ол толық гидролизге ұшырамайды. Себебі әлсіз бен әлсіздің арасында пайда болған тұз, олар тек қана бір сатыда жүреді, молекулалық теңдеумен ғана шектеледі. Олардың pH-ы 7-ге тең болады, бейтарап ортаны көрсетеді. Бұлар катион да әлсіз, анион да әлсіз болғандықтан, катион бойынша да және анион бойынша да гидролизге ұшырайды деп атаймыз. Төртінші жағдай, күшті негізбен күшті қышқылдың әсерінен пайда болған тұзды гидролизге ұшырамайды дейді. Себебі негізде немесе қышқыл екеуінің біреуі әлсіз болу ортаны көрсету керек. Яғни біреуі басым болу керек деген сөз. Ал бұл жерде екеуі де күшті болғандықтан, бұл
гидролизге ұшырамайды, бірақ оның ортасы бейтарап орта, яғни паш 7-ге тең деп қарастырамыз. Енді бекіту тапсырмасын қарастырайық. «75 грамм алюминий сульфиді гидролизденгенде 30 литр газ бөлінді. Өнімнің шығымын табыңыз». Яғни, бірінші алюминий сульфидін гидролизге ұшыратамыз. Алюминий 2S3 гидролиздедік. Бұл бір сатыда жүреді деп айттық. Алюминий гидроксиді тұнба H2S газ. Теңестірейік, алюминийдің алдына гидроксидтің алдына 2 қойдық. H2S-тің алдына 3 қоямыз. Сутек 6, 12. 6 қоямыз. Сонда реакция тең дейміз. Қайтымсыз реакция себебі тұнба және газ бар. Реакциямыз тең. Енді айтады бізге. 75 грамм алюминий сульфиді бар дейді. Пайда болды газ. Газ сонда бізде H2S. 30 литр бар дейді. Шығымын тап дейді. Көлемге қатысты біз шығымды практикалық көлемді бөлеміз теориялық көлемдіге. Көбейтеміз 100%-ға деп формуланы еске түсіріп қояйық. Енді бізге 30 литр деген бұл практикалық көлем. Өзі эксперимент арқылы 30 литр алып қойды. Ал теория бойынша қанша шығу керек? Соны есептейміз. Енді мұнаның орнына біз 30 литрдің орнына біз X литр деп қарастырып, шын мәнінде теориялық 100% қанша көлем шығу екенін анықтаймыз. Ол үшін мұнда біз алюминий сульфидінің малярлық массасын астына жазамыз. Яғни есептейік. 2 көбейтілген 27 қосылған 3 көбейтілген 32. 16, 54, сонда 150 грамм бөлінген моль. Малярлық массасы. Сонда алюминий сульфидінің астына 150 грамм бөлінген моль дейміз. Литр болғандықтан біз жазамыз. 3 көбейтілген 22-де 4 литр бөлінген моль. Сонда пропорция құрылды. 75 граммда X литр, 150 грамм бөлінген мольде 67-де 2 литр бөлінген моль. X дегеніміз 75 150-ден 2 есе аз, олай болса 67-де 2-ні 2-ке бөлетін болсақ 33-де 6 литр. Сонда бізде көлем теориялық шықты. Яғни теория бойынша бізде H2S-тің көлемі 33-де 6 литр болу керек. Ал бізде практикада 30 литр шыққан. Енді шығымды есептейік. Шығым бізде практикалық көлемді теориялық көлемге бөліп 100-ге көбейтеміз дедік. Практикалық көлеміміз бізде 30 литр. Теориялық 33-де 6 литр. Көбейтеміз 100%-ға. Есепте жіберейік. 30-ді бөлдік 33-де 6-ға, көбейттік 100-ге. Сонда бізде 89-да 3%. 89-да 3%. Сонда өнімнің шығымы 89-да 3% болып табылады. Келесі слайдта сіздерде өз-өзіңді тексер. Яғни үй жұмысы осы гидролиз тақырыбы бойынша 2 тапсырма берілген. Осы тапсырманы орындайсыздар.